Strawman 2020 жылы шыққан. Бұл телефонның аты Xiaomi Redmi 9 Pro. Кино көргенде былайша айтқанда комфортно. Камерасы 4 камера, бірақ процессоры өте керемет, бірақ бұл телефон 140 мың теңгеге арналады, бірақ процессоры өте жақсы. Памяты 64-128 гигабайт. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Көпшілік адамдардың сұрауымен 2020 жылы шыққан, бірақ арзан телефон айтшы деп көпшілік адамдардың сұрағанына байланысты 2020 жылы шыққан нормальный өзінің бағасына стоит бір телефонда айтшы деді. Сондықтан осы көпшіліктің сұрауымен осы айда шыққан, осы жылы шыққан бағасы небәрі 150 мың теңгеге дейін баратын бір телефонда айтайын деп жатырмын. Ендеше дайынсыздар ма? Айтпақшы, егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Және де лайк басыңыздар. Бұл лайк бізге үлкен мотивация береді. Бұл видео жақсы немесе жаман деген емес. Ендеше бастаймыз, кеттік. Бұл телефонның аты Xiaomi Redmi 9 Pro. Осы телефонды қазір талқылайтын боламыз. Бұл телефон әлі Қазақстанға сатылымға шыға қойған жоқ, бірақ көп адамдардың көңілінен шығып жатыр. Яғни бағасы да кемі 140 мың теңге. Бірақ соған байланысты характеристикасы да өте жақсы. Сонымен сіздерді таныстырып кетейін. Бұл телефонның диагоналы 6-67, яғни кәдімгідей үлкен, қолға ұстағанда үлкен флагман. Енді ойын ойнағанда не кино көргенде былайша айтқанда комфортно. Көбінесе қыздарға ұнауы мүмкін. Енді бұлар балдарға ойын ойнауға керексінді. Қазір көбінесе үлкен телефондар алады, яғни әркімнің әртүрлі талғамына байланысты. Камерасы 4 камералы, 64 мегапиксель, 8 мегапиксель, 5 мегапиксель және де 2 мегапиксель. Былайша айтқанда камерасы өте жақсы, ал 4 камералы, ал фронталкасы 16 мегапиксель, ал картинкалары керемет десе де болады. Бірақ қолға ұстап көрген жоқпын. Ертең Қазақстанға сатылымға шыққаннан кейін қолға ұстап камерасы шынымен жақсы ма или жаман ба, солай ма, солай емес па деген сияқты блог түсіретін боламын. Бірақ процессоры өте керемет, процессоріне өзім жауап берем, гарантия уверенімін. Ендеше процессоріне келейік. Ал процессоры көбісінше ойын көтере ма, көтермей ма, программа көтере ма, көтермей ма деген сұрақтар сізді мазалауы мүмкін. Осы сұрақтарға процессоріне жауап алатын боласыздар. Бірақ бұл телефон 140 мың теңгеге арналады, бірақ процессоры өте жақсы. Сонымен сіздерге айтып берейін, процессоры 8 ядролы, 2,3 ГГц, Snapdragon 720 және де оперативкасы 6 гигабайт. Былайша қарағанда өте топовый деп айтсақ та болады. Памяты 64-128 гигабайт, 128 гигабайт 155 мың теңге тұрады, ал 64 гигабайт 140 мың теңге тұрады. Қалай ыңғайлы, солай алса болады. Енді өздеріңізге байланысты, өздеріңіздің қалауларыңыз ғой. Содан кейін микро инди салуға болады. USB Type-C, быстрый зарядка бар, 30 вольт. Ал енді батарейкасына келсек, батарейкасы 5020 мАч, яғни зарядкасы быстро зарядка, тез қуаттану функциясы бар. Қателеспесем 13 сағат ойын ойнауға жетеді. 100% зарядкасы 70 минутта, яғни 1 сағат 10 минутта 100% зарядкасы толады, тез толады. 5000 мАч тез арттырады деген сөз. Былайша айтқанда камерасы несі де, процессоры де, батарейкасы да, камерасы да өзінің бағасына стоит, өте жақсы сотка. Ендеше осы блогымызды Қазақстанға әлі шықпаған, бірақ предзаказдар алынып жатыр. Ертең Қазақстанға сатылымға шыққаннан кейін осы телефонды қолмен ұстап практика жүзінде блог түсірсем қалай қарайсыздар? Жалпы комментарияға жазып кетсеңіздер, керек емес деген сияқты мен біліп отырайын. Комментарий жазып кетсеңіздер. Егер де осы видеоға достарыңыз новый телефон алатын достарыңыз болатын болса, осы видеоны достарыңызға таратып жіберсеңіздер болады. Және де осы каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Лайк манағыдай бізге мотивация береді келесі видео түсіруге. Және де осы сотканы алуға кеңес берем. Бағасы небәрі 140-150 мың теңге тұрады. Алам десеңіздер, өздеріңізді білесіздер. Ойын ойнауға да, камерасы да жақсы, бәрі нормально.